Қазақстан премьер-лигасында өнер көрсететін футбол командалары жаңа маусымға дайындықты бастап кетті. Жүлделі үштіктен көрінгісі келетіндері де ондықты, сосын төменгі топқа түсіп қалмаудың өзін абырой санайтындары бар. Барлық футбол ұжымдары бүгінде алыс жақын шетелдерде оқу жаттығуларын пысықтауда. Жылы жақта жасақталып жатқан командалардың жанкүйерлері де маусым ашар сәтте асыға күтеді. Дегенмен үлкен футболдан үмітін үзгендер де жоқ емес. Премьер-лигамен қош айтысқан Көкшетаулық Оқжетпес пен Талдықорғандық Сұңқардың жөні бөлек. Сол секілді жеңіп алған жалғыз жолдамасын қаражаттың жоқтығынан жолшыбай Өскеменнің Востогына сатқан Іле Сәулеттің де жай-күйі түсінікті. Алайда шырайлы, мұнайлы, ырысты, күрішті қызылордалықтардың өңірдегі жалғыз футбол командасы саналатын Қайсарға қаражат тауып бере алмауы жұрт күтпеген жағдай болды десек артық айтқандық емес. Ол түсінікті де, өткен маусымда қызылордалықтар бюджеті жағынан 14 команданың арасында ең төменгі көрсеткішке ие бола тұра 9-шы орынға тұрақтап, алдына қойған тапсырманы толығымен орындаған болатын. Бастысы өз жанкүйерлерінің көңілінен шыға білді. Тіпті жыл соңында орын алған олқылық, яғни клубтың футболшылар алдындағы кішігірім қарыздары футбол сүйер қауымның көңіліне еш қаяу түсірмеген болатын. Дегенмен де жанкүйерлердің жылан-жылын жабырқаулы қарсы алуына тура келді. Клуб басшылығының өткен жылға жұмсалған қаржының есебін таба алмауына және ойыншылар алдындағы қарызын қайтара алмауына байланысты жергілікті әкімдік пен облыстық спорт басқармасы Қайсар футбол командасының премьер-лигада мұнан әрі өнер көрсетуге дәрменсіз екендігін жеткізді. Бас тартқан себеп бұл команданың қарыз болып қалғаны. Бөлінген бюджеттен тыс 240 миллион қарызға кіріп кеткен. Өйткені бұл қосымшама қаражатты демеушілерден тартамыз ғой деген оймен жасалған жұмыстар. Дегенмен бүгінгі таңда ондай демеушілердің табылмай, осындай қаражаттың тапшылығына тіреліп, команда осындай жағдайға келіп отыр. Ауызбен айту оңай әрине. Елдегі үлкен футболдың жоқтығынан ең бірінші болып зардап шегетін ол жанкүйерлер. Ауа райының ыстық суығына қарамастан, жеңісті сәттерді де, жеңілістің ащы дәмін татқанда да, команда жанынан табылып келген жанкүйерлер тобы бұл жағдайға бей-жай қарай алмайтындарын жеткізіп, облыстық спорт басқармасы мен клуб басшылығынан және облыстық футбол федерациясының өкілдерінен мән-жайды түсіндіруін талап етті. Алайда белгіленген жерге келісілген уақытта жауапты адамдардан облыстық спорт басқармасының басшысы Садық Мұстафаев қана бой көрсетті. Команда өкілдері де, федерация мамандары да өздеріне ғана белгілі себептермен үнсіз қалуды жөн санаған болуы керек. Кездесуге келмеді. Өз командасының қазіргі қиын жағдайына қынжылатындарын жеткізген жанкүйерлер Қайсарда ақша жоқ деген пікірмен келіспейтіндіктерін ашық айтты. Если руководство не заинтересовано, палки в колесах всегда можно поставить. Я не верю, чтобы в нефтяной области не нашлось деньги для футбольной команды. Как мы можем смотреть в глаза джабульским болельщикам? У них ничего нет. Кто ждать еще? Алаш пришел, Саваровал ушел. Эльф пришел, Саваровал ушел. Виноват кто? Футболист, что ли? Он просто поставит своего, и он будет делать то, что ему скажут. Почему в этом году Қайсар кормил 4 тренеров? Почему, если нет денег? Это Любинскас, это Линчевский, это Кагай и это Никитенко. 4 тренера, и зарплата у них не как у меня. Жанкүйерлердің жан айқайы түсінікті. Бөлінген бюджеттің жеткіліксіз екендігін біле тұра, 4 бірдей бас бапкермен келісім шартқа отыру қаншалықты өзін ақтай алады дейді олар. Әйтсе де, болар іс болды, бояуы сіңді. Енді қайтпек керек. Қандай жоспар құрылып, қарекет жасалуда. Неге біз өзімізге сенбейміз? Неге біз өзге мемлекеттің азаматтарына, футболшыларына қарап, ақшамызды шасыпшылардың аузына қарап отыруымыз керек? Қай кезде біз өзіміз ойнап, өзіміз білегіміз сыбанып, бүкіл халық ел қолдап отырса, оған неге қуанбасқа? Әрине, бүгінгі таңда, осындай жоғары лигада болмайды. Мінекей тай-тай басқан баладай, жаңадан осындай команда қайтадан құрып жатқан кезімізде, неге біз оны қолдамасқа? Ал біз басқаға сеніп аузымызды аса беретін болсақ, сонда жұрттың бәрі келіп, миллиардтаған ақшаны келіп алады да кете береді. Әйтсе де, кездесуде бас қосқан жанкүйерлер бұл жоспардың да жүзеге асатынына күмәнмен қарайтындарын анық аңғартты. Но вы не то говорите. Человек должен расти, игрок должен расти. Как он будет расти? Среди своих. Я не пусть сидел. Будет местный, будем как это, Қызылжар. Там ничего нет, там десятка было. У нас газ, мұнай. Біз қазір Қызылорда облысында Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадионда тұрмыз. Ерте көктемнен қара күзге дейін. Мына көгалда қайсарлықтар ойын өрнегін көрсетіп, футбол көруге келген көрерменнің қиқуынан
құлақ тұнатын. Ал дәл қазір бұл жерде өлі тыныштық. Жанкүйерлердің қорқатында осы. Келешек ұрпаққа қайтпас қайсар жөнінде ертегі айтып жүрмесек жарар еді дейді олар. 30 қаңтар күні болатын облыстық мәслихатта осы қайсардың қаржыландыру мәселесі көтерілетін жайында айтылып жатыр. Бірақ бұл жерде нақты мәселе жоқ. 30 қаңтарға дейін көптеген елдің командалары, бірінші лиганың командаларын өздері 1-2-3 елімізде ғана емес шетелде оқу жаттығу жиындарын өткізіп келді. Сол себептен еліміздегі білікті ойыншылардың көбісі сырт басқа командаларға кетіп қалады. Біз Қызылорданы басшыларымыз айтып жатыр, Қызылорда командасы тек қана жергілікті ойыншылармен қамтамасыз етеміз деп. Біз оған да көндік, бірақ жергілікті жақсы ойыншылардың өзі көптеген сыртта командаларға ауысып кетеді. Ал қазір Қайсардың негізгі құрамынан қалған бірен-саран жергілікті жігіттер мен қосалқы құрамның ойыншылары стадион сыртындағы қосалқы алаңда бапкер нұсқауынсыз дайындық жүргізіп жатыр. Команданың көп жылдардан бергі айнымас капитаны Талғат Сыздықов болса, біз қолымыздан келгенді жасадық. Жасыл алаңдағы жағдай белгілі, қалғаны кабинеттегілерге ғана аян дегенге келтірді. Ну, конечно, хочется выйти сразу в высшую лигу. Если сейчас будет задача поставлена выхода в высшую лигу, то придется ее выполнять. Мы не по своей воле оказались в первой лиге, надо это исправлять просто. Болельщиков просто хочу настроить то, что если будет поставлена задача, мы просто ее должны выполнить. Опять вернуться в Суперлигу. Я считаю так. Ал мұны кіл қызылордалықтардан жинап команда құрамыз дейді, оған капитан ретінде қалай? Не знаю, тяжело будет. Здесь нас местных вообще мало. Если еще молодежь подключить, я думаю, мы задачу так не выполним. Нужно чуть усиление хотя бы такое, точечное. Я просто не тренер, я говорю, тренера назначат, если когда, вот пускай у него голова болит. Наше дело играть. Просто я думаю, с одними местными мы просто далеко не уйдем. Жалпы сырттан ойыншылар әкеп, көмектесетін ойыншылар сырттан әкелсе ол артық етпейді. Енді бұл облыс тарапынан тапсырма болғандықтан, енді бұл жағын жоғары басшылар шешеді. Бізге тек тапсырма берілді, дайындалыңдар, өздерің ойнайсыңдар еді. Біз енді қолдан келген бәрін шығарып, жалпы қарсыластармен барынша қарсыласуға тырысамыз. Аяқ допшылардың өзі жергілікті кадрмен ғана шектелу, жүлдегерлер қатарынан шеттелуге әкеліп соғатын мойындап отыр. Дегенмен төменгі топта ойнаудың еш әбестігі жоқ. Біздің көксегеніміз бір қадам артқа жылжып, екі адам алға жүру дейді сала басшылығы. Ешқандай қорқуға қатысы жоқ. Осы неше рет түсіп, неше рет көтеріліп жатыр. Ал енді қандай команда болса да, ақшаны құя берсең, миллиард немесе 800 миллион ақша беретін болса, әрине бұл бұндай болмас еді. Я Қайсардың жақсы көретіні көптеген облыстарда қолдаушылары бар, жанкүйерлері бар. Өткені Қазақта бірең-сараң болса да 4-5-6 көптегенде Қарадомалақ өзіміздің бауырларымыз жүреді, сол үшін жақсы көреді. Ал енді біз қазір 90-100%-ға дейін сондай бауырларымыз ойнаса, онан да осы рухын беріп балдардың алдыға қарай ойнауына үлкен қолдау көрсетеді дегенде сенімдемін. Шыны керек, осы сұхбаттан кейін күмәніміз азайып, күдігіміз сейілгендей болған. Футбол ойынында тәжірибе жасаудың арты құрдымға келетінін көріп біліп жүрсек те, сенімді айтылған сөздерден қанаттанып, алып ұшып қайсарлықтардың жатағына жеттік. Қайсардың мәселесі. Мәселесі это я сейчас некомпетентный что-то отвечать вам. Сізге алдыңызға ешқандай задача қойылған жоқ па дәл қазір? Жоқ. Ешқандай жауап бермейсіз ба сіз? Өзіңіз бұл тараптан футболистерге орын алған мәселе жайында. Қайсарға қатысты көріп білгеніміз, ойға түйгеніміз осы. Ендігісі уақыттың еншісінде. Басшылықтың сенімді сөзі, жанкүйерлердің жан айқайы. Бір үмітпен, бір күдіктің түйісер жері жағымды жаңалыққа ұласса жарар еді.